Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл денсаулық арнасы. Арнамыздың дамуына үлес қосу үшін лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызбен осы арнаның сілтемесімен бөлісуді сұраймын. Ал енді біз бүгінгі арнаның алғашқы сұхбатын бастау үшін студиямызға Рамазан айы басталды деп гастроэнтеролог дәрігер Гүлмира Ерболқызы Дымықты шақырды. Қош келдіңіз. Ең алдымен бірінші сұрақ: сәресіне тұру міндетті ме, тамақтану міндетті ме, не жейміз? Сәлеметсіздер ме, көрермендер. Біріншіден барлық мұсылман қауымға оразаларыңыз қабыл болсын деп айтқым келеді. Нақтысына көрсек, сәресіге тұру ол міндетті. Өйткені ол тек оразаның мұсылмандардың кестесі емес, ол біздің ағзаға керек зат. Егер біз тәулігіне бір рет тамақтансақ, онда біз өзіміздің қорегімізді нөлге алып келеміз. Яғни ешқандай запас болмайды. Ешқандай иммунитеттің тұрақты ұстап тұратын болмайды. Содан кейін неше түрлі ұйықтап жатқан аурулар бетін өршиді? Өршіп кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде сәресіге тұрғанда тек тамақ ішіп қана емес, дұрыс су тұтыну керек. Қанша мөлшерде су ішу керек? Мысалы, салмағыңыз 50 килограмм болса, онда 1,5 миллилитр суды кешке ауыз ашқаннан бастап мөлшерлеп сәресіге дейін алып келу керек. Сәресіде көбісі шаймен тамақ ішеді, су ішуді ұмытып кетеді. Ол дұрыс емес. Суды мөлшерлеп ішіп отыру керек. Енді тағы да қосып айтатыным, көбісі түнде оянып жатады. Оянып жатқанда төсектің жанында бөтелкеде су болса, оны ұрттап ішкенде дұрыс. Егер адам ұйықтап қалды, сәресіне тұрды, 1,5 литр су ішу керек болса, бірден оны іше алмайтыны анық. Сондықтан бөліп ішеміз, иә? Кешкі ауызды ашқаннан бастап, сол мөлшерленген суды бөліп ішесіз. Көбісі шайға қызығады бізде. Шайды іше береді. Өйткені біздің апаларымыз да ішті, аналарымыз да ішті, бүкіл семьямыздың бәрі шай ішеді. Енді ол біздің қалыптасып қалған тамақтану әдісіміз. Одан бас тарта алмаймыз, иә? Бас тартуға тырысу керек, шай ішпеу керек. Енді ары кетсе бір кесе шай ішу керек, қалған бәрін кәдімгідей таза су ішу керек. Суды біз көбінесе шөлдеп қалмайын деген мақсатпен ішеміз, иә? Сәресіне тұрғанда да, ауыз ашқаннан кейін де. Жалпы судың біздің ағзамызға егер нормасымен, мөлшерімен ішсек, оның тигізетін қандай ролі бар? Не істейді ол су? Тек қана шөлімізді қандырады, болды ма? Мен нақты айтайын, егер сіз суды ішпесеңіз, қаныңыз қоюланып, жүрек қан тамыр ауруларына алып келуі мүмкін. Ол инфаркт, инсульт және тромб пайда болуы мүмкін. Кейбір адамдар оразаны көтере алмай, инфаркт, инсульт ауруларына қан қысымы көтеріп жатады. Сол себепті суды мөлшерлеп ішу керек. Содан кейін жаңағы тағы да айтатыным, ең маңыздысы суды мөлшерлеп ішу керек деп айттым ғой, ол енді адамның жаңағы жүрегіне де, шектеріне де өте пайдалы. Өйткені шектің ішінде жүргізетін ол су. Мысалы, біз канализацияда үйде су болмаса тұрып қалады ғой. Суымыз жүрмейді. Ал енді қараңыз, біздің өтіміз тамақты қорытады. Тамақты қорыту үшін өттің 80% судан тұру керек. Өтіміз қоюланып қалды деген әңгіме осыдан туындаса керек, иә? Ораза кезінде адам 1 рет, 2 рет, ары кетсе 3 рет тамақтанады. Сонда оразаның кезінде енді күні бойы тамақсыз жүреді, күндіз. Күн батқан кезде тамақтанады. Сонда ойлаңыз, адам аз қимылдаған кезде тамақтанады. Ол 2 есе ас қорыту жүйесіне нагрузка, салмақ. Қимылдамаса, суды мөлшермен ішпесе, өті қоюланады, басы ауырады. Бас неден ауырады? Өт қоюланған кезден ауырады. Түсінікті. Енді сәресіне тұрдық, жаңағы мөлшерлі суды ауыз ашқаннан бастап сәресіне дейін ішіп алдық, егер ояу болса. Ояу болмаса, шайдан гөрі көбірек су тұтынғанымыз дұрыс дедік. Енді біздің ауыз ашатын кезде дастарханымыз әдетте мол болады. Ол жерде ет те бар, бауырсақ та бар, самса да бар, майлы палау да бар. Тамақтың түр-түрі көп. Өзіміз үйге қонақ шақырғанда да ауыз ашарға дастарханымыз мол болғанын қалаймыз. Жалпы не жеу керек, не пайдалы, біздің ағзамыз жеңіл жүру үшін, келесі сәресіне дейін қарнымыз ашпау үшін, және шаршамау үшін, энергиямыз таусылмау үшін.
Логически түсіндіріп берейін. Біз күні бойы тамақ ішпегенде біздің өтіміз жиналып қалады. Ал біздің өтімізді бауыр түні бойы жасап шығады да, күндіз тамақ түскен сайын жасап тұрады. Сонда күні бойы бізде тұрып қалады өтіміз, иә. Ал біз кешке қуырылған тамақ жесек, қуырылғанда ол үнемі жасанды майлардан қуырылады. Табиғи май жоқ қой енді бұрынғыдай. Сол себепті біздің өт қалтамыз өршіп кетеді, ауыр пайда болады. Созылмалы холециститпен маған қаншамадан келіп жатады, осы оразаның ұстағанын, дұрыс тамақ тұтынбағаннан пайда болған холецистит ауруларымен. Енді бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде майлы тағамдардан бас тарту. Бірінші майлы тағамнан бас тартамыз. Бұлай жеңіл түсіндірсем, тамақты суға пісіру, буға пісіру, орысша айтқанда тушить можно, қуырып жатқанда кішкене су құйып тұрасыз. Бұқтырамыз. Содан кейін жаңағы пешке тамақ пісірғанда, духовка деп айтамыз ғой орысша, противенге мөлшерлеп су құйып тұру уақытымен. Мұның бәрі дұрыс тәсілдерге жатады. Ал жейтін нақты тамақтардан біздің рационымызда міндетті түрде ақуыздар болу керек. Ақуыз дегеніміз ет, жұмыртқа, иә? Ет, жұмыртқа, сүт тағамдары. Содан кейін өсімдік ақуыздары болады. Ол жаңағы, мысалы, нут. Содан кейін орех. Олда ішінде ақуыз бар. Содан кейін майлар. Майлардың өзі жануар түрі болады, өсімдік түрі болады. Жануар түрі ең пайдалысы ол жылқының майы. Жылқының майы? Иә. Шок контент болды ма қазір? Неге? Өйткені жылқының майының ДНК структурасы, молекуласының адамның холестеринмен бірдей. Яғни ол жылқыда өт жоқ, сондықтан да ол қорыту үшін сондай пайдалы нәрселер бізге де беріліп жатыр ма? Иә, сіңу үшін 1000 рет құбылмайды. Тез сіңіп кетеді. Және де жаңағы пайдалы емес холестеринге бөліп жатады ғой дәрігерлер. Соның пайдалы емес холестеринін көп жасамайды. Сонда маған қазы жеуге болады екен деп көп жеуге болмайды. Мысалы, әйел адамдарға күніне 5 грамм жеуге болады, немесе күнара жеңіз. Ер адамдарға енді максимум 10 граммға дейін жеуге болады. Біз қалай істейміз? Жемей жүреміз де бірден тойып жейміз. Бірден бір көп мөлшерде 50, 70, 100 грамм май жеп қоямыз. Ол дұрыс емес. Ол алуан түрлі ауруларға алып келеді. Майлардың ішінде тағы да ең пайдалысы зәйтүн майы. Зәйтүн майын ораза кезінде особенно орысша қосып 3 ас қасық ішу керек. Кәдімгідей. Кәдімгідей ішуге болмайды. Тамақтың алдында ма? Негізі майдың өзін ішкенде ол сізде керісінше әсер беруі мүмкін. Ал егер сіз өсімдіктердің шырынымен араластырып жерсеңіз, сіңуі тез болады. Салаттарға қосамыз. Мысалы, бір қиярды аласыз, қабығынан аршисыз, турайсыз, осындай ыдысқа саласыз, 3 ас қасық май құясыз, зәйтүн майын араластырып жересте, соны салат ретінде жеп, маймен бірге жеп қоясыз. Сонда өт жолдары сізде тез тазаланып, жұмыс істейді. Және де өт жолдары деп бәрі жаңағы гинекологтарда қазір осы тақырыпты талқылап жатыр. Өйткені ол әйел адамның гормондарында, ер адамдардың гормондарында, яғни тестостеронды ретке келтіреді. Түсінікті. Сорпадан не ішеміз? Әрине біз сорпа кішкене жеңіл болсын деп сорпа тағамын дайындаймыз, сорпаны ұсынғанды жақсы көреміз, иә? Сорпа болғанда енді дұрыс түсінсін деп, біздің қазір енді халқымыз сорпа десе еттің сорпасын іше беретін болады. Ол да дұрыс емес, ол адамның ағзасында көп процестерге алып келеді. Оның ішінде ең маңыздысы окисление болады. Окисление болғанда, қышқылдану, иә? Қышқылдану болғанда адамның ағзасына ауру пайда болады. Сол себепті диетический сорпа деп айтайық. Ол қандай сорпа? Диеталық сорпаңыз? Тауықтың сорпасы, индейканың сорпасы, балықтың сорпасы, немесе жаңағы 100 грамм жылқының еті, 100 грамм немесе 100 грамм сиырдың етін
бірінші қайнатылған төгіп тастап, екінші қайнатылғанын 50-50 сумен араластыру. Егер сізде бірде-бір өт жолдарында ақау болса, дисфункция орысша айтқанда, сізге ол тамақты жеуге рұқсат жоқ. Өйткені ол бірінші күні бермес жаңағы әсерін, бірақ бір аптаның ішінде әсер болуы мүмкін. Маған реактивті түрде пайда болған панкреатитпен науқастар келіп жатады. Сонда мен сұраймын ғой, не жедің деп. Мен енді бір апта бұрын карий салатын жегем дейді, майлы шашлық жедім дейді. Ол қалай бір аптадан кейін маған панкреатит беріп жатады деп сұрайды. Ол адамның ағзасына стресс тудырады. Стресс тудырғанда тамақ түрінде стресс тудырады. Оны қорыту керек қой. Бүкіл күшін бәрін, әсерін бәрін сол тамаққа беріп тастайды да, уже әлсіреп тұрғанда сіз мынандай кішкентай бауырсақтың жартысын істей салыңызшы, бітті сізден атылады. Бауырсақ деп қалдыңыз. Енді 30 күн бойы біздің дастарханымыздан үзілмейтін тағамның бірі ол бауырсақ. Бауырсақты қанша мөлшерде жейміз, жалпы жеуге бола ма? Гастроэнтеролог ретінде мен сіздерге бауырсақты жемеуге кеңес беремін. Яғни бауырсақты жемеңіздер. Майлы қуырылған тамақтардан алыс жүрген дұрыс. Біріншіден сіз майға қуырғанда канцероген тудырасыз да. Ол канцероген онкология ауруына жақындатады адамды. Енді қараңыз. Біз және бір рет қуырылған майды табаның түбінде сақтап қойып, үстіне май қойып тағы қуырамыз. Енді ол айтсам, вообще айтыңыз. Өте жаман нәрсе. Бір термический температураға жетіп, бір қайнатылған майды сақтап қалып, қайтадан екінші рет қолданған май, ол міндетті түрде дүзу онкология ауруын алып келеді. Бізде қаншама жыл солай тамақ ішіп жүрдік, ата-аналарымыз, апаларымыз. Майды аналарымыз банкіге сақтап қойып, қайта-қайта құйып бізде Қазақстанда ішектің обыры 3-ші орында. Асқазанның обыры 2-ші орыннан 4-ші орынға түсті. Неге? Өйткені адам біздің жаңағы Қазақстан бүкіл әлем жүзінде хеликобактер инфекциясын алып, тауып, яғни емдеп үйренді. Сол себепті 2-ші орыннан 4-ші орынға түсті. Ал біздің дұрыс тамақтанбау тәсіліміз қалай болды, солай қалды. Сол себепті ішектің обыры 3-ші орында тұр. Ол біздің тамақтану тәсілдеріміз. Қандай экология, қандай басқа жаңағы тұқым қуалаушылық факторлар әсер етуі. Факторларды айтып жатады, ол бәр фактор емес. Ол адамның өзінің тамақтану тәсілдері және мына мидағы жаңа өмірге көз қарасы. Түсінікті. Енді тағы бір сұрақ. Дәрігеріміз бүгін бізге сұхбат беріп отырған Гүлмира Ерболқызының өзі де ораза ұстайды. Бірақ ораза ұстауға болмайтын науқастардың тізімі бар дедіңіз. Қазір енді біз кімдерге ораза ұстауға болмайды, осын нақтылап алсақ. Қандай ауруы бар науқастар ұстауға болмайды? Егер адамның бойында созылмалы системалық немесе аутоиммундық немесе инфекциялық ауру болса, ұстауға болмайды. Өйткені ораза кезінде көптеген адамдардың иммунитеті түсіп кетеді. Сол иммунитет түсіп кеткенде жаңағы ұйықтап жатқан ауру немесе ремиссияда ұстап тұрған ауру өршіп кетуі мүмкін. Енді атап кетсек, мысалы, системная красная волчанка, туберкулез ауруы. Туберкулезбен егер емделіп шықса ше? Бірақ есепте тұр. Ол үшін өзінің фтизиатр дәрігеріне барып сұрайды. Бірақ ремиссияда стойка 1 жыл, 2 жыл болса, әрине ұстауға болады. Жаңағы ауруы тарихта қалып қалса болады. Егер ауру ремиссия түрінде енді өршуі мүмкін деген жаңағы орысша айтқанда прогноз берсе, онда ұстауға болмайды. Аутоиммундық аурулардың барлығы, оның ішінде красный волчанка дедіңіз? Системная красная волчанка. Жүйелі қызыл жегі деп жүрміз, біз аударған. Туберкулез, сосын онкологиялық аурулар шығар? Онкологиялық аурулар, міндетті түрде. Инфекция аурулары жаңағы ол созылмалы гепатит түрлері, Б, С, олардың бәрін ұстауға болмайды. Өйткені иммунитет түсіп кетсе, ол өршіп кетеді ғой. Содан кейін ас қорыту жүйесінің созылмалы ауруларында болмайды. Егер сіз диспансерлық учетта тұрсаңыз, қаныңыз қою болса, мысалы көп, мен білем, науқастардың көбісі ораза ұстаған кезде дәрісін ішпейді. Жаңағы давлениядан ішетін дәрісін, мен оразам саналынбайды деп 1 ай ішпей жүреді.
ол қауіпті, катастрофа, ужас. Олай істеуге болмайды. Дәріні ішуге болады. Имамдардың, молдалардың рұқсаты бар. Аузыңызды ашқанда кәдімгі дәріңізді ішіп, сәресіге таңертеңгі жаңағы дозасын ішіп қадағалап тұру керек. Тағда ораза ұстамайтын жағдай қант диабеті. Қант диабеті. Егер сізде екінші топтағы диабет болса, қантыңыз қадағаланып, мөлшерленіп, жаңағы өзіңіз байқалып жүрсеңіз, онда ұстауға болады. Егер сізде инсулинге бейімді болсаңыз, онда әрине болмайды. Және де күні бойы қадағалап отыратын дәрі ішетін науқастар бар. Олар да ұстауға болмайды оларға да. Жүкті әйелдерге не дейсіз? Жүкті әйелдерге, бала емізіп жатқан әйелдерге әрине болмайды. Қазіргі енді өте қатты болса да айтып кетейін, религиозный фанаттар бар. Жүкті болса да ұстайды оразаны, жаңағы емізіп жатса да ұстайды. Балалары 18-ге толмаса да, балиғат жасына жетпесе де ұстататындар. Иә, олай істеуге болмайды. Өйткені, мысалы, жүкті әйелдерді алайық. Иә, мүмкін сіз ұстайсыз, сізге жеңіл болады. Ана кішкентай ішіндегі балаға қайтесіз, ол қиналып қалады, гипоксия алады. Содан кейін қазір аутизм ауру көп регистрировать жатыр. Енді қараңыз, баланы туасыз, ол өседі. Ал ертең тіл шығатын, дамитын кезінде бала дұрыс дамымай қалса қайтесіз. Сонда стресс болды ма деп сұрағанда, мамасы ораза ұстаған есіне түсіре ма, түсірмей ма, оны ешкім білмейді. Ал енді жаңағы омыраумен емізетін бала, аналар, ол балаға қоректі витаминін бере алмай қалады. Иммунитет түсіп кетеді. Сол себепті өте назар аудару керек. Енді сіздің гастроэнтерология саласына көшейік. Сіз үнемі оразаға дайындалыңыздар, анализ тапсырыңыздар, асқазан ішек жолдарында проблема мәселелер болса, оны алдын ала шешіп, емделіп барып ұстаңыз дейсіз. Жаңағы асқазан ішек жолдар жүйесіндегі ауруларға тоқталсақ, егер өті толған болса, өті жоқ болатын болса, гастрит болса, асқазанда жара бар болса, бұндай науқастарға оразаны ұстауға кеңес берер ме едіңіз? Жоқ, яғни асқазанда жара болса, медицина тілінде айтқанда, эрозия, язва болса, онда ұстауға болмайды. Өйткені ол жаңағы асқынып кетеді де, көп деген ауруларға алып келуі мүмкін. Сол себепті бірінші жараны емдеу керек, эрозияны емдеу керек, содан кейін барып әрине ұстауға болады. Емдеу өзі 14 күн. Солай ма? Асқазан жарасын емдеу? Иә, әрине. Оп-оңай. Немен емдейді? Ішіне жаңа шланг салып емдейді ма, жоқ? Жоқ, кәдімгідей дәрінің схемасы бар. Сол 3 түрлі дәрі жазып береді. 3 түрлі дәріні таңертең кешкен ішіп шығады. Содан кейін өті жоқ науқастар. Өті жоқ науқастарға ұстауға болады. Бірақ олар жаңағы диета ұстау керек. Негізі біздің бауырымыз жасыл өсімдіктер жақсы көреді ғой. Ол жаңағы жасыл өсімдіктер, майлар, жаңағы мен айтқандай зәйтүн майы рационда болу керек. Содан кейін суды мөлшерлеп ішу керек. Егер сіздің өт қалтаңызда тас болса, онда әрине ұстауға болмайды. Ол өршітіп жібереді. Бүгін өршітпесе де, оразадан кейін, бір 3-4 айдан кейін маған науқастар келіп жатады. Мен диета ұстаймын, бәрі жақсы, не болып қалды деп сұрап жатады. Сонда жаңағы ораза ұстаған кезде стресс алады да, біраз уақыттан кейін өзінің жаңа ауру белгісін беріп жатады. Демек, келесі оразаға біз дайындықпен 2 ай бұрын, 3 ай бұрын емделіп тексеріліп алуымыз керек. Әрине, оразаның алдында бір 3-4 ай бұрын тексерілу керек. Неге? Өйткені тексерілгеннен кейін нәтижесінің қорытындысы бойынша дәрумендер ішіп үлгеру керек, емделіп үлгеру керек. Өті қою болса, ол 1 айда дұрысталып кетпейді ғой. Сондықтан 3 ай бұрын дайындалып, өтін қойыланған өтін сұйылту керек, дәрімен бірге. Және ораза ұстардың алдында созылмалы ауру бар, ауырып жүрген кейбір адамдар мен жазылам деген үмітпен ұстайды. Бұндай жағдайда қандай кеңес бересіз? Жаңа дәрін ішпей. Енді бұлар әлсіреп жүрген адамдар ғой, иммунитеті түсіп. Бұл жерде енді ең дұрысы оразаны ұстайтын ниеті болған маңызды шығар, бірақ ұстай алмайтын денсаулығының әлі жоқ, күші жоқ себебі бар ғой. Сондықтан мен ұстамауға кеңес беремін. Бұл жерде енді дұрыс болмайды ұстаса. Түсінікті.
Және кейбір артық салмағы бар адамдарда ораза кезінде арықтап алайыншы деген ниетпен ораза ұстайды. Жалпы ораза ұстағанда адам салмақ жоғалтады, иә? Кейбіреулер салмақ жоғалтады. Ағзамызда қандай процесстер жүреді? Біздер тазаланамыз ба, токсиндер кете ме, майлар ерине, артық салмақ қалай кетеді? Осы туралы айтып берсеңіз. Ораза кезінде адамның ағзасында очищение процесі болады. Тазалану, иә? Тазалану. Яғни сіздің жаңағы ағзаңызға тамақ түспейді де, бұрынғы қалған запас, депо, қоры ақырында босай береді. Сонда сіздің ағзаңызда қалып қалған, сақталып қалған жаңағы майлар еруі мүмкін, қалдықты тамақтар шығып кетуі мүмкін, қанттар еруі мүмкін. Енді қарапайым сөзбен айтқанда. Яғни сіздің ашығу процесс кезінде дұрыс емес, дефектілі, ақау жасушалар өліп, ағзадан шығарылып, орнына жас жасушалар келуі процесі болуы мүмкін. Енді ал егер сіз оразаны ашқаннан бастап таңғы сәресіге дейін 5-6 рет тамақ ішіп жүрсеңіз, тәттіге, ұн тағамдарына бейімді болсаңыз, онда әрине ол процесс болмайды. Егер сіз мөлшерлеп ақуыздарды, майларды, күрделі көмірсуларды және суды тұтынсаңыз, онда әрине ол процесс болады. Негізі арықтау үшін не керек? Бірақ формуласы бар. Калорияны аз жеу керек те, қимылды көбейту керек. Осы жағдайда ғана адам арықтайды. Егер сіз калорияны оразаны ашқаннан кейін бәрібір калорияңыз көп болса, ал қимылыңыз аз болса, немесе бірдей болса, сіз ораза ұстасаңыз арықтамайсыз. Сондықтан оразаға жаңағы аузыңызды ашқаннан кейін сіз не жеп жатсыз, қалай жеп жатсыз, қадағалау керек. Оразаның аузыңызды ашқаннан кейін, тамақты тұтынғаннан кейін 60 немесе 90 минут тік жүру керек. Тұру да емес, отыру да емес. Тамақ ішіп, әлденіп алғаннан кейін әдетте біз жата қалғымыз келіп тұрады, сондай сезім болады. Және бір айта кететін нәрсе, қарны ашып, ауыз ашқаннан кейін, көп тамақтанғаннан кейін барлығымыз газдалған сусындарға жүгіреміз. Асымыз қорытылсын деп. Жалпы минералды газдалған тәтті сусындарды мүлдем ішуге болмайды. Атын айтып кетуге болады. Айта беріңіз. Кока-кола, фанта, спрайт бұларды мүлдем қолдануға болмайды. Өйткені ол кәдімгідей у. Егер сіз оны қолдана берсеңіз, жиі ол асқазан жарасына, асқазан эрозиясына алып келеді. Сонда сіздің ұстаған ниетіңіз аяғына дейін бара алмай қаласыз. Өйткені сіз уланып ауырып қаласыз. Ал енді минералды газдалған сусындарды жақсы көреді, біздің дастарханда. Бұл минералды сусындардың жақсы түрлері де бар. Бажоми, Ессентуки 17, магнидонат. Бұларды газын шығартсап, 40 градус жылылықта тамаққа дейін бір кесе, 1,5 кесе тұтынған дұрыс. Бұл жаңағы өт жолдарын дайындап, кішкене шекті жақсылап босатады. Бізде мысалы физикалық жұмыс істейтін, құрылыста жүретін, шахтада істейтін, ауыр жұмыс істейтін ер азаматтар бар, олар да ораза ұстайды. Оларға қандай кеңес бересіз? Әлсіреп қалып жататын кездер болады. Енді ауыр жұмыс істеген адамдар, көп терлейтін адамдарға негізі ораза ұстауға болмайды. Өйткені олардың ағзасынан жаңағы қаны қойылып кетеді әр тер шыққан сайын. Сол себепті оларға су ішу керек. Енді медициналық көрсеткіштері нормада болса, мүмкін дәрігер рұқсат береді. Біріншіден дәрігердің кеңесін алу. Өйткені жағдай енді ушығатын жағдай болса, ораза кезінде өлімге де алып келуі мүмкін. Сондықтан денсаулықпен ойнауға болмайды дейсіз. Гүлмира Ерболқызы, сізге көп рахмет. Біраз кеңестеріңізбен бөлістіңіз. Әлі де біз осы арнада Гүлмира Ерболқызымен түрлі тақырыптарда сұхбат жүргіземіз деп ойлаймыз. Достар, осымен бүгінгі сұхбатымыз тәмам. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Денсаулық ең бірінші біздің байлығымыз. Денсаулықты күтейік, аман болыңыздар. Денсаулық арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.